Қырқын мінсе қыр айтылмайтұғын осы бір қырт мақтан деген бір мақтан бар. Сол неге керек, неге жарайды? Ол ар, есті білмейді, намысты білмейді. Кең толғау, үлкен ой жоқ, не балуандығы жоқ, не батырлығы жоқ, не адамдығы жоқ, не ақылдығы, не арлылығы жоқ. Мойнын бұрып қойып, ой Тәңір-ай, қойшы әркімнен кім артық дейсің? Кімнің басы кімнің қанжығасында жүр? Ол менің қазаныма ас салып беріп жүр ме? Мен онан сауын сауып отырмын ба? Деп бұлғақтап, немесе аяғаным жаным ба? Өй енесі нұрайын, өліп кетпей неге керек? Азар болса атылып, я осы үшін айдалып кетсем де көнгенім-ақ. Әйтеуір бір өлім бар ма? Деп қалшылдайтұғын кісі көп қой. Өздерің көріп жүрсіңдер. Осы айтқан сөз бойына лайық қазақ көрдіңдер ме? Өлімге шыдайтұғын қазақ көргенім жоқ. Өлімге шыдамаймын дегенде қазақ көргенім жоқ. Кеңірдегін ғана көрсетеді-ау, қиылып қала қалайын деп. Егер осы сөз бойына лайық кісі көрінсе, ақылы жоқ болса да, қайратыменен ақ кісі айдындаратұғын адам болғаны ғой. Егер шын айғайды көргенде, кірерге жерін таба алмайтұғын дарақы жұртты осы сөзімен айдындырамын. Мына кәпірден кісі шошитұғын екен, дегізіп айдындырайын деп айтып отырған құр домбытпасы болып, босқа қоқиып отырса, соны не дейміз? Ай, Құдай-ай! Жанға мырза қылатұғын, ердің жадағайдақ сетке тұрғыштығы, малға мырзалығы, дүниені бір тиын есеп көрмейтұғыны, жомарттығы, әр түрлі белгісі бойында тұрмас па еді. Ұялмас бетке талмас жақ береді деп, көп былжыраған арсыз, ұятсыздың бірі дағы.